Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге бір жасағаннан өте дәмді болып шығатын сырник рецебін ұсынамын. Керекті ингредиенттерді видеода және төменде жазып өтемін. Ірімшікке жұмыртқа, тұз, қант, ванилин, ұн салып лопатка көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Масса осылай бірігу керек. Енді теңдей 4 бөлікке бөліп аламыз. Алынған бөлшектерден видеодағыдай форма келтіреміз. Бөлшектерге бөліп стаканның көмегімен дөңгелекшелер жасаймыз. Дайын болған бөлшектерді мұздатқышқа қатырып, кез келген уақытта таңғы асқа дайындауға болады. Табамызға кішкене сұйық май қосып, қыздырып, екі жағын пісіріп аламыз. Өз қалауыңыз бойынша әсемдеп жеуге ұсынамыз. Сіздерге ас болсын.